Мәсіхшілік дегеніміз не? Мәсіхшіліктің негізгі өзегі Иса Мәсіхтің Құдайдың баласы және адамзаттың құтқарушысы екеніне сену. Ал адамзатты неден құтқару керек? Бұл сұраққа жауап беру үшін жаратылыстың басына оралайық. Мәсіхшілік тек қана жалғыз Құдай бар деп айтады. Және ол ең басында бүкіл ғаламды бір сөзімен жаратты. Жерде Құдай екі адамды жаратты. Олар еркек пен әйел, Адам ата және Хауа ана. Құдай оларды пейіш бағына орналастырды. Құдай оларға бақшадағы барлық ағаштардан жеміс жеуге рұқсат етті. Бірақ жақсылық пен жамандықты танытатын ағаштың жемісін жемеуге бұйырды. Бір күндері шайтан Хауа ананы сол ағаштың жемісін жеуге азғырды. Адам да сол ағаштың жемісін жеді. Сол кезде олардың көздері ашылып, жақсылық пен жамандықты түсініп, өздерінің жалаңаш екендерін білді. Құдайды тыңдамаушылық оларды бақтан қуылуына, азапталуына және өлімге ұшырауына алып келді. Бірнеше ұрпақтан кейін Құдай жаңа халық өрбітіп шығару үшін Ыбырайымды таңдады. Кейін осы халықтан Мәсіх шығады. Ол адамзатты құлдықтан және өлім бұғауынан құтқарады. Қазіргі заманғы күнтізбе Мәсіхтің туылуына дейін және туылуынан кейін деп уақытты екі кезеңге бөледі. Інжіл шәрифте жазылған деректерге сәйкес, Иса Мәриям атты пәк қыздан туылды. Ол күнәсіз өмір сүрді. Өз еркімен күнәларды өтеуге өзін құрбандыққа берді. Күнәні өтеу дегеніміз күнәлардың құнын төлеу және күнәларды жуып шаю деген мағынаны білдіреді. 3 күннен кейін Иса өлімді жеңіп, қайта тірілді. Сондай-ақ өзіне сенушілерге көктің есігін ашып берді және күнәларына кешірім алғандарына сенім берді. Қайта тірілген Иса көптеген адамдарға көрініп, көкке денесі көтеріліп кеткенше, оларға 40 күн бойы келіп жүрді. Содан бері ол Құдай әкесімен бірге көктен әлемді басқаруда және жетелеуде. Сондай-ақ жер бетіне шәкірттерін үйретуге өзінің киелі рухын жіберді. Бір күні Иса жерге қайтып келіп, дүниеден өткен және тірі адамдарды соттайды. Ол өзіне сенгендерге мәңгілік өмір сыйлайды, ал сенбегендер мәңгілік өлімге ұшырайды. Міне, мәсіхшілік дегеніміз осы.